Қарқаралы жұртшылығы Ұлы Отан соғысының батыры Ахметбек аға Қосыбаевтың есімін, оның ерлігін ұмытпайды. Ұмытпақ емес. Теңіз жаяу әскерлері батальонының командирі капитан Қосыбаев майданда көрсеткен ерлігі мен батырлығы үшін Қызыл ту, бірінші дәрежелі отан соғысы, Невский ордендерімен марапатталған. Біз ең алдымен Ахметбек Қосыбаев көшесінде тұратын Ахметбек ағамыздың туған қарындасы Іркекен апамыздың үйіне барып, Іркен апамыз, анасы Күлшім, майданға аттанған, ерлікпен қаза тапқан екі ағасы Ақаны мен Мұқаны туралы тебірене толғана әңгімелеп беріп еді. 1939 жылы Алматыдан сот оқуын бітіріп, диплом алып келді. Бірақ та іс жүзінде қызмет істей алған жоқ. Міндетті әскерде 39 жылы алынды. Ол кезде 3 жылдық міндетті әскер. Содан Рысқұлдың Омбы облысы Түмен қаласында жаяу әскерлер училищесіне, Теңіз жаяу әскерлер училищесіне түсті. Сонда оқып жүргенде 41 жылы соғыс басталды. Сол жерден Ленинград фронтына кетті. Сол 41 жыл тура соғыс басталысымен, сол күні. Содан Ленинград фронтында 1-ші стрелковый полк, 86-шы дивизия, 50-ші бригадасы қалық жасағынан құралған армияда болды. Содан 41 жылы 9-шы сентябрьде аяқтан жараланды. Сонда үйге жазған хатында әке-шеше, мен оң аяғымнан жараландым, бірақ та жарам жеңіл, тақауда жазылып қайғы өз армияма қосыламын деп жазды. 1942 жылы Қызыл ту орденімен наградталды. 42 жыл осы Қарқаралыда онда үлкен радио болады дейді. Райком партияның жанында. Сол жерде митинг өткізіп, Ахметбек Қосыбаев осылай 42 жылы Қызыл ту орденімен наградталды деп митинг өткізіпті. Сол Теңізде болған ғой, 5 күн тыл әкелеміз деп. Содан аманесын келгеннен кейін сол Қызыл ту орденін беріпті. Одан кейін взвод командирі болды, лейтенанттық атағымен алып. Одан кейін 43 жылы капитан атағын алып, сол 43 жылдан бастап Теңіз жаяу әскерінің батальон командирі болды. Қайтыс болып кеткенше. Содан Американ орденін алды. Оны Шаймұран Мезгілбаев осы Қазақстан бойынша 14 кісі алды деді. Соның бірі Ахметбек Қосыбаев деді. Американ орденін алған. Одан кейін 2-ші дәрежелі отан соғысы орденін алды. Ол осы газеттерде бар. Енді ең ерлігі деген енді Ақмұқан Жылдықбеков Павлодар облысының Баянауыл ауданында адамы Ленинградта отан үшін газеттің несі болған, тілшісі. Сол өзі отан үшін Комбат Қосыбаев деген материал берді. Ал енді 1944 жылы 1-ші мамырдағы бас мақалада нөмір 38-ші газетте осында бар. Совет отауының батыры Сұлтанбай Мағамбетов, соның 279 немісті өлтірген Сәрсенбай, Айбында офицер Ахметбек Қосыбаевтың 3 орденді, Түгелбаевтың ерліктері мәңгілік қалады, тарихта деп жазғаны. Бұл 1-ші мамыр күнгі 44 жылғы газет. Ол отан үшін газетті, сол Ленинградтан шыққан газетте жазған. Одан кейін 9 май 44 жылы Александр Невский орденімен наградталды.
Onda da miting ötküzüp deydi olsa Karkaral'da men Aleksandr Nevski oyun aldı dep bälik halak jurtçylygy madaktap, kuduktap bälik başyna götürdi. Biz endi özümizde 11 kişi bastap Leningrad'a apardı. Yuri Popov, Novikov, sonra Arımcanov, sonra Şaymıran ağa var, men barmın, şeşemiz var, kuşun operatörler var, tugul 11 kişi vardık Leningrad'a. Sodan keyin sol burunky Cherokee goý bul, Karelik bilen Cherokee. Keyin bul Leningrad'a Zelenogorsk bolup atalykda. Sol jerde 300 kişi sol Bratskiy могилага koýulgan goý. Sol 300 kişinin ortasında bizden Ahmetbek Kosbayev var. Çalgız Kazak, başkası göl, başkurtlar. Sonun keyin barıp başına vardık. Bizde pionerler Keremet'te karşı aldı. Şeşimiz toprak saldı, toprak aldık. Öte karşı aldı jaksa. Zelenogorskiy dağdalatda. Alendina Bratskiy mogila öte kuşta Keremet jerde tur. Zelenogorskiy'den. Tuğra. Keremet çaykalgan Kogara şalgının ortasında. Keremet'te pionerler kütüydeken, kadırlıydıken, özürlüğü sözürdün basına barıp algı ilerini ötküzedeken pionerlerden salüktörün verliğin. Sodan 11 gün bu bizde Leningrad Karaganda kino filmine düşürdü. Sodan 11 günden keyin kaytıp geldik. Endi Leningrad Karaganda kino filmi Keremet'te köpçe körsetildi olsa. Karkaral'da da, Karagand'da da, televiziyadan. Karkaral'dan endi hazırkı kişi ballar, azamatlar boldu, olарды jakşy bilýärler. Odan keyin bizden keyin ballar vardı. Birinçi, ikinci mektepten okuşçular jyynap Leningrad'a baramiz dep osunda kelip, tugul materiallardy okup, görüp, sodan keyin bir uz toprak surap aldy bizden. Osuna aparıp biz sebemiz, başına varamız dep. Öte jakşy barıp geldi, birinçi, ikinci mektepten okuşçulary. Odan keyin keldi, toprak alıp geldi. Onu biz özümüz os wagtga deyin saktadyk. O toprakta. Endi men aytam. Endi Akan özü Keremet öjet bopdy. 38-nji ýyly praktikaga girdi goý Karkaralga. Almatdan. Sonda mында sprakeleri var. Mına Kızılarayga Komsomol uýumuna özümüzün raykom partiýanyň kaççylary sol Aktaýla Awul Sowetine, soň keyin Kızılaray Awul Sowetine şöp şabulga kömekleşүүge Komsomol atynan ökül gylyp jiberdi. Sonda da Keremet'te jakşy ökül boldy dep spravkalary var bergen. Osunda mena latynça жазылган, birak da bäri katlarda latynça, tugul latynça endi. Özü orusçaga da, latynçaga da, kazakçaga da şeýle gramotny bolgan goý. Öte öjet bopdy, öjet. Birak da şurada hyzmat selgan jok. 36-37 ýyl teknikumda okudy, onu bitirdi. Endi Karkaralda o кезде 7 ýyldyk goý kazak mektebi. Sonu bitirişimen sol teknikumga düşdi, onu bitirişimen Almatyga gitip sot okunan, onu bitirip ketişimen sol Tümendegi Bäýni uşulşyga gitip, Teňiz ýaýaw uşulşysyny. Sonda jürgende soğuş başlady, sodan 3 ýylda kargyn otda jarynda ortasında jüredi goý. Ýok kaçardan joldaşlarym meni hurmetdiler. Kazaktın batyry Amalbekli. Men de jerimde bir o tarafta jerimde bermeýin nemislerge dep ýazar goý. Katkyň köp ýazgan goý endi bärligini. Alga uruk ben ýazyp oturgan.
Одан кейін отан соғысы бірінші дәрежелі орденімен наградталады. Қайтыс болғаннан кейін. Қайтыс болардың алдында Александр Невский ордені, Қызыл Ту ордені, Американ ордені, екінші отан соғысы ордені, 5 орден ғой. Одан кейін Ленинградта Қоршадымыздың үші медалы бар. Бір қағаз несінде айтады. Жақсы атқарып келгеннен кейін генерал өзіне шақырып сыйлыққа сағат берді дейді. Сол генералдың алдына барған ғой. Ол осы түгел барлық соғыс кезіндегі не осы ғой? Газеттер барлығы. Сол кездегі еңбегі, сол кездегі алған наградалары барлығы. Осы біздің көз алдымызда. Біз содан ғана оқыдық қой, әйтпесе біз Ақанды көргеніміз жоқ. 1975 жылы Ақанның атына көше берді. Бұрынғы Пролетариат көшесі, қазір Ахметбек Қосыбаев көшесі. Енді қазір ескерткішті ұмытып барады ғой. Ескерткішті екі баласы бірдей кетті де үйге кеп тұрып, қатырып тұрып, түсіріп, белік өзі. Сол ескерткішті өзі жасап шығады ғой. Енді оны ашыларында барлығында военкомат бар, көшелеттің бастығыларымыз бар, барлығымыздың карточкамыз бар осында. Отанымыздың жеңіске жеткеніне 75 жыл болды. Қаншама біздің қыршын жастарымыз кетті. Енді ондай соғыс болмасын. Отанымыз аман болсын. Жарқыраған күніміз жарқырай берсін. Жастарымыз аман болып, күлгін жайнап, осы Қазақстанымыздың кереметтей азаматтары болып өмір сүре берсін. Біз Ахметбек ағамыздың елге жазған хаттарымен, сол кездегі майдандық газеттердің сарғыш тартқан қиындықтарымен таныстық. Бұл газеттерде Ахметбек аға Қосыбаевтың ерлігі жайлы жақсы жазылған. Неміс фашистері отан шебіне баса көктеп енгенде 22 жастағы лейтенант Ленинград төңірегінде болатын. Қайтпас қайсарлықты, отанға деген сүйіспеншілікті, ана сүтімен бойға сіңірге өскен өрімдей жас офицер өзі басқарған взводымен бірге зұлым жауға қарсы батырлықпен шайқасты. 1943 жылы Ахметбек аға Қосыбаев капитан атағын алып, теңіз жаяу әскерлері батальонының командирі болып тағайындалады. Ер жүректе айбынды капитанның жауынгер батальоны Нарва өзенінен бірінші болып өтеді. Осы жойқын шабуылда Ахметбек ағамыздың батальоны 29 елді мекенді азат етіп, 200 шақырымға алға жылжып, тегеурінді шайқаста фашистердің 900-ден астам солдаты мен офицері ажал тапты. Аяулы Ахметбек аға Қосыбаев 1944 жылы 13 шілдеде ерлікпен қаза тапты. Сол кезде ол жасы 25-ке шыққан 14 жас болатын. Осындай батыр ұл өсірген ата-ана сендер үшін қасық қанымыз қанғанша шайқасамыз деп жазады Ахметбек ағамыздың еліне ол қызмет еткен әскери бөлімнің жауынгерлері. Қазақ халқына мың рахмет. Капитан Воронцовтың Ахметбек Қосыбаевқа арналып майдандық газетте жарияланған мақаласы осы шексіз алғыс шынайы лебіздерін білдірген. Әнекей, парк ортасында ашық алаңда азалы ана ескерткіші тұр. Мүсіншілер азалы ана ескерткішін жасағанда Ахметбек аға Қосыбаевтың аяулы анасы Күлшім анамыздың бейнесін негізетіп алған. Киімшегі шұбатылған мұңлы ана бейнесі, алыс сапарға қанды майданға жорыққа аттанған сүйікті перзентін қас қақпастан күтіп тұрған тәрізді. Ішкі ширығыс пен дұшпанға деген кектің барша ана атаулыға тән мейіріммен, сағынышпен астасқан бір ғажайып сәті осынау гранит мүсінде мәңгілікке тұнып қалған ба дерсің. Қазақ халқының айбындылы батыр капитан, ержүрек батальон командирі Ахметбек Қосыбаевтың ерлігі ел есінде, ешкімде ешқашанда ұмытылмайды.